Мен колледждан соң досыммен үйге қайтып бара жаттым. Мен жолда келе жатып тоқтап, бір бұрышта ескі қалпақты көрдім. Мен бұл ескі затқа қызыққан да жоқпын. Бірақ есіме Артем ағам есіме түсті. Ол неше түрлі ескі заттар жинайтын. Менің досым даладан мусор жинағаныма күлді. Ол маған жақсы көрінді. Бірақ өте ескі болды. Примерно 100 жылдай. Мен оны үйдің бір бұрышына қойдым. Сосын кітап оқып, ұйықтауға кеттім. Менің досым көрші бөлмеге кетті. Туған күнге қойдым. Мен ұйықтап жаттым. Сосын мені қалпақ тұрған жердегі дыбыс оятты. Қараңғы жерден не болғанын көргім келді. Ал жарық жағатын есік жанында болды. Ал мен барғым келмеді ол жерге. Қалпақ маған біртүрлі көрінді. Ол біресе былай, біресе былай қайта-қайта қозғала берді. Қорқыныш менің аяқ қолымды қатырып тастады. Сосын мен ары қарай не болатынын күттім. Сол қалпақтың орнына бір мақұлық пайда болды. Оның аяғы ұзын және арық. Қолда арық, ұзын, әрі біртүрлі. Ал бет келбеті болса, қартайған адамға ұқсады. Мен ұстаздың бөлмеге кіріп келгенін қатты қаладым. Бір кезде ол маған қарап тұрып, қолы маған қарай созылды. Ол мен иығымнан ұстап алып тартуға тырысты. Бір кезде бөлмеге ұстаз кіріп келді. Мен қатты қуандым. Бен, неғып маймылдар сияқты айқайлап отырсың? Қалпақ. Мен досыма дәл сол жерді көрсеттім. Бірақ қалпақ кішкене басқа жерде болды. Қуасың ба? Қалпақ өз орнында жатыр ғой. Саған айттым ғой сол киноны көрме деп. Қалпақтан бір қарт кісі шыққан. Бұның бәрі түс екенін дәлелдеу үшін мен осы қалпақта түні бойы ұйықтаймын. Стас, мен ойнап тұрған жоқпын. Оны лақтыру керек. Давай тез ұйықташы. Мен таңертең тұрсам, Стас сол бетіме ұйықтап жатыр екен. Колледжге бармаған. Сағат 9-ға таяу болып қалды. Стас, сен сабаққа кешіктің. Сен тұрасың ба өзі? Ол әлі ұйықтап жатты. Сосын мен оның бетінен қалпақты алып тастадым. Сосын ұстаздың орнына әлгі қарт кісі жатты. Сосын ол жазып жатып, сол бете көзін ашып қалады. Мен қорыққаннан басқа бөлмеге жүгіріп қашып кетуге тырыстым. Ал әлгі қарт кісі өз киімін алды. Сосын киінді де өз қалпағын алып киіп алды. Сосын үйден мені көрмегенде шығып кетті. Сол күннен бері Стас бен анау қарт кісіні ешкім көрмеді.